Күйеуімнің көңілінен қалай шығамын? Әйелдерге арналған маңызды кеңестер. Алла тағала ерлі зайыпты 2 жасқа олардың оттау көтерудегі мақсатын айқындап берген. Әрі сендердің тыныштық, тыным тауып орнығуларың үшін өздеріңнен жұбайлар жаратуы және араларында сүйіспеншілік пен мейірім, жанашырлық пайда етуі де оның белгілерінен. Рум сүресі 21 аят. Бастамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл каналда өте пайдалы, өмірге керекті, мықты кеңестермен сіздермен бөлісетін боламын. Құрметті көрерменім, статистика бойынша 80% көреді екен да, подписка жасамайды екен. Егер сіз солардың қатарынан болсаңыз, міндетті түрде каналға жазылып, маған қолдау көрсете кетіңіздер. Бірінші кеңес: ұмытшақ болған жақсы. Сіз бір күнә жасасаңыз, дереу Алладан кешірім сұрайсыз. Сол секілді жарыңыздың кейбір сақ қате кемшіліктеріне де жарайды деп қол сілтеуге, елеп ескермей өткізіп жіберге тура келеді. Сіз бір үлкен күнә жасасаңыз, арнайы тәубе намазын оқып, сол күнәңізді тастайсыз, өкінесіз, содан кейін қайталамайсыз. Дәл осылай, арада болған үлкен кикілжің, түсініспеушіліктерді бір жола ұмытып, тез қайтқыштық, ұмытшақтық қасиетіне орын беріп, жүрегіңізді өкпе реніштен босатыңыз. Босатқан өте маңызды, ішіңізде жинамаңыз. Жарыңыздың одан кейінгі қарым-қатынастарына есік ашып беру керек болады. Бұл өте қиын. Түсінем. Әйтсе де, бұлай жасау сіздің қолыңыздан келеді. Екінші өте маңызды кеңес: сен әлемдегі ең керемет жансың. Жақсы сөз садақа. Сіздің аузыңыздан шығатын бұл садақаға жан жарыңыздан артық лайық адам бар ма? Оның сізге жасаған қамқорлығы мен сүйіспеншілігіне орында айтылған бір ауыз комплимент 2 есе керемет істермен қайтады. Бұл гарантия. Мақтау, қолдау сөздерді естіген ер адам алға жылжиды. Ол одан да жақсысын жасауға талпынады. Сіз білесіз бе? Асыл дініміз ер мен әйелге араларын жақындастыру мақсатында осындай әдістерге баруға рұқсат берген. Сол себепті әйел адам үнемі олай болсын, болмасын, сіз әлемдегі ең керемет күйеусіз. Әлемдегі барлық әйелдің күйеуі сіз сияқты болса, ешкімде бақытсыз болмас еді. Сіз Алланың маған берген үлкен бақыттысыз деген секілді сөздерді жиі айтып тұрғаны жақсы. Үшінші кеңес: күйеуіңізге мына үшеуін де жасап көріңіз. Еркек үйдің отағасы, тіреуі бола тұра, күтімі жағынан келгенде үйдің үлкен баласы екенін ұмытпайық. Ол әйелінің анасы сияқты өзіне қамқорлық жасағанын, қарындасы сияқты өзін сыйлағанын және сүйген жар ретінде өзіне адал болғанын қалайды. Ендеше оған керек кезде ана, кейде қарындас және сүйікті жар бола біліңіз. Төртінші мықты кеңес: жарыңызды мына әдіспен баурай біліңіз. Қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда деп бұқар жырау айтқандай, ер адамды қылығыңызбен баурап үйреніңіз. Еркелете біліңіз, өзіңіз де еркелей біліңіз. Тек шектен шығып кетпеңіз. Ақылды ерке атаныңыз. Себебі әйел еркелесе, бәрін де жеңеді. Қайталап айтам, әйел еркелесе, бәрін жеңеді. Осыны ұмытпағанымыз дұрыс. Бесінші керемет кеңес: тәтті сөздерді де қолдануыңызға болады. Жолдасыңыз іс сапармен не жұмыс бабымен сыртта жүргенде әсерлі сәттерді суретке түсіріп, оған жолдап отырыңыз. Сезіміңізді білдіріп, тәтті сөздерді SMS арқылы жолдап, әлеуметтік желілерде түрлі жағымды смайликтерді пайдалануға болады. Бұл әдістерді жастар қауымы жиі пайдаланып жүрген болар, ал орта жастағы ерлі-зайыптылардың қатынасына серпіліс әкелетініне сенімдімін. Алтыншы мықты кеңес: мына әдіс арадағы сезімнің күшеюіне себеп болады. Күйеуіңізге ыстық ванна дайындап, бөлмеңізді сәндеп, естен кетпес кештер ұйымдастырыңыз және оны өз қолыңызбен тамақтандырыңыз. Массаж жасап беру секілді әрекеттерді өзі арадағы сезімнің күшеюіне себеп болмақ. Әйелінің тізесін жастанып Құран оқыған еркектің бейнесі нендей керемет еді. Ендеше осы әдісті жасап тұруға тырысып көріңіздер. Жетінші соңғы керемет әдіс: бұл рұқсат етілген әрі ең өтімді әдіс.
Сезіммен сиқырлаудың тағы бір ұтымды әдісі бар. Ілгергі буынның ізгі ғалымдары, егер қайсы бір әйел күйеу үшін күнде әзірленетін болса, ерінің көзінше әсем киініп, үнемі оның сүйікті тамағын дайындап, ол жоқ кезде дүние мүлкіне сақ болатын болса, ол әйел күйеуін сиқырлап алады деген. Бұл рұқсат етілген әрі ең өтімді әдіс. Өзіміз ғой, сыртқа шыққанда киінемін, үйде боянуға уақыт жоқ деу үлкен ағаттық. Сіздің сұлулығыңызды көрге лайықты жалғыз жан тек жарыңыз екенін ұмытпаңыз. Құрметті көрерменім, күйеуіңізбен араңыздағы махаббатыңыз дәл алғашқы кездескендей керемет, мықты, өмір бойына сол махаббатты алып өтем десеңіз, осы айтылған кеңестердің ақырындап қолданып бастаңыз. Міндетті түрде нәтижесін беретініне сенемін. Шаңырақтарыңыз биік, отбасыларыңыз мықты болсын. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз.